сіз Москваға барғанда бір жерден оқыдым. Менің орысша білмегенім маған сонда менің артықшылығым болды деп. Мына менде қазір сабақ өткіземін ғой аға. Соған мына Монғолиядан, Қытайдағы қандастарымыз кішкене қиналады. Соған сіздің оқиғаңызды айтып берейін деп отырмын. Масқараға барып емтиханнан қалай құлаған, содан кейін айтады, мен орысша білмегенім маған сондай қатты көмек болды МГУ-ды оқығанға деп. Соны неге солай деп айтасыз? Мынау Әл-Хорезми деген кісі бар. Естулеріңіз бар болар. Өзінің ұлы бабамыз. Әл-Фарабидің де бұрын болған кісі. Хорезми дейтін себебі Арал теңізінің бойында Хорезм қаласында туған ғой. Сол кісі Әл-Жебр уәл-Мұқабала дейтін кітап жазған. Онда Әл-Жебр деген сөздің мағынасы қисайғанда жүт деген сөз. Сынған орны келді деген сөз. Алгебра болып кеткен ғой. Бәрі тәртіп келді деген сөз. Неге тәртіп келді дейді? Себеп Әл-Хорезми теріс санды мойындамаған. Теріс сан деген жоқ. Теріс санды көрсең, бірден оң санға алып айналдырып жіберді. Қиыншылық болса, артықшылық айналдыр дейді. Қиыншылық болса, жең дейді. Еш уақытта мойыма дейді. Мінекей Әл-Жебр уәл-Мұқабаладағы Әл-Жебр деген сөздің мағынасы осы. Математика келсеңіз, мысалы 2x минус 2 тең 4-ке дейін, мысалы, x тең нешеге? 2x минус 2 тең 4-ке, x тең 2x минус 2 тең 4-ке, 2x-тен 2-ні алсам 4 болады, x қанша болады? Ол үшін минус 2-ні оң жаққа жібереміз. 2 қосу 4 болады, 12-ке бөлініп 3 болады, x тең 3 болады сонда. Дұрыс па? Осы әдіс Әл-Жебр дегеніміз осы. Өйткені Әл-Жебр деген осы. Әл-Жебр деген сынықшы деген сөз. Яғни теріс санды оң жаққа аударып жүрген сөз ғой.